Бірақ менің жан дүниеме тиіспеңдер. Себебі... Есек, Мен кеше... не болып кетті өзі? Фионаның қайда екенін білмейсің бе? Тың шотыр Огр. Маған жұмыс керек. Сенің кесіріңнен жұмыссыз қалар жайым жоқ. Махаббатымды таптым. Менен топқа қайтып оралмаймын. Айтқан. Менің балаларым қайда, сенің айдаһар әйелің қайда? Бер қара, Огр. Шамасы мені басқа есекпен шатастырып тұрсың ау деймін. Мен сен бірінші рет көріп тұрмын. Бұрын көрмегім дейсің бе, не айтып тұрсың, есек? Менің атымды қайдан білесің? Бұл мен ғой, Шрек. Екеуміз жан дос едік қой. Шексілемді қатырдың ғой, есекпен Огр дос болушы ма еді? Ең болмаса мені қайда алып бара жатқаныңды айтшы. Огрлардың бәрін бір жерге апарады ғой. Румпельстельскенге. Стилскин дейсің бе? Әй, жап аузыңды. Андетей, кел достым. Бибилей, кел достым. Ортаға шық, қысылма. Өнеріңді сал ортаға. Мынау не сұмдық. Қане ән шырқа. Қане кел, қысылма, достым. Қане кел, қысылма. Ал енді төбелеске дайындалыңдар. Отстарыңды тігіңдер. Отстарыңды тігіңдер. Бол тез, олай болса бастаймыз. Прәндік? Бәрекелді, алға. Жарайсың, тамаша. Керемет, тамаша. Бәрекелді. Қараңдар. Атың өшкір Огр, оңбаған. Сазайын берейік. Жаның шыққыр. Жер жұтқыр Огр. Кебіріңді жалмағыр. Мәсаған, мә? Бұндайлардың көзін құртуы керек. Ақыр қолға түсіпті ғой. Көктей солған. Мөлиген түрін қараш. Сұмырай неме. Хайда, қане. Тіс алға. Уайымдама, есек, мен бәрін бұрынғы қалпына келтірем. Иә, әрине. Өзің бір әумесер жармес екенсің. Бас аяқыңды. Oho! Стельскин мырза. Сізге тағы бір клиент алып келдім. Қасқаргүл. Иә, Стельскин мырза. Паригімді алып кел. Стельскин мырза, өтінем. Жа, тоқтай тұр. Ал енді айта бер. Мен адам баласына айналдыра аласыз ба? Кетері. Алдымен келісім шарт тоқып шақ. Мен сізге сенем, оқмай-ақ қол қоям. Стилскин. О, Шрек. Қош келдің. Қап, үлгер алмай қалдым. Сені көп күттім ғой. Қыздар, осының бәрі мына жігіттің арқасында. Ал айта ғой, жалпы жағдайың қалай? Румпель, жетер енді, үй ішім қайда, сен не бүлдірдің? Жоқ, Шрек, мен ештеңе бүлдіргем жоқ. Бәрін бүлдірген өзің. Сенің арқаңда патша мен патшайым мына патшалықты менің атым аударда. Қой, мүмкін емес. Мүмкін. Олар менен көмек сұрай келді ғой. Сосын, өздері көзден ғайып болды. Жоқ. Олар қызына жасалған сиқырды қайтару үшін бәріне дайын еді. Мен Фионаны сиқырдан құтқарған. Жоға, сен ол кезде әлі өмірде жоқсың. Не сандырақтап тұрсың ерге желі алаяқ? Қазір түсіндірем. Сен маған өткен шағыңның есіңде жоқ бір күнін беруге тиіс едің. Мен сенің бейкін әсәби кезіңдегі бір күніңді алдым. Та-та-та-та-та, ра-та-та-та-та. Демек, туған күнді алғансың ба? Жоқ, Шрек, оны өзің бердің ғой. Қандай жексұрын едің, Стилскин, қуанышың ұзаққа бармас. Бірақ, сен әлі ең қызығын естімедің. Ақыра,
Dünya esігін ашпаған екенсің. Енді бүгін сені жоқ қылам. Фиона қайда? Бала шағам қайда? Ха, ақмақ оғыр, әлі ештеңе түсінбедің бе? Сен бұл өмірде жоқсың. Ешқашан Фионамен кездеспегенсің. Қайдағы бала шаға? Міне, метафизикалық парадокс деген осы. Өзің осын армандаған жоқсың ба? Оғыр күні құтты болсан. Румпел! Стандар ананымыз стандар. Бір нәрсе жетпейтін сияқты. Бейресми жұма. Жұма сайын ыңғайлы аяқ киім кисіңдер керемет болады. Қане, қыздар!